Ассалаумағалейкум қымбат достар, қымбатты біздің арнамыздың көрермендері. Сөйтіп бастайсылатындар ғой. Андай жастық ұстап отырғанда құлтамаға барғандай деп ше. Сол сияқты бүгін бізде 3D әңгіменің кезекті қонақтары, өзім бауырларым, достарым. Қазір мынау YouTube'та 3 минусы. Сол YouTube'та 3 минус сериалының кейіпкерлері. Әзиз бар, міне Есқара, ертегі кейіпкерлері. Бека. Сосын енді бұл жігітті мен енді ұялмай хабарлай алам. Өйткені мен өзі бірақ шәкіртім бар өмірде. Шәкіртім деп айта алатын. Көп болды ғой енді. Шәкірт деп енді бір анау әріп үйреткен шәрбем бе? Не емес? Әріппен үйреткен. Біреулер ұстаз дей салады ғой. Ондай емес. Әріп емес, шәріп десей. КВН, жалпы осы КВН-ге бірақ КВН-ді қатырмады бірақ басында. Кейін осы жаңа блогерлік, жаңағы осындай вайн түсіріп, қазір енді үлкен киноларда жүрген менің Бағлан деген өзім бауырым, Бағлантай. Осы жігіттер бүгін қонақта. Қош келдіңіздер. Қош келдіңдер. Және де бізде көрермен бар бүгін еще. Шәкіртіңіз өзіңізге ұқсамапты бірақ. Ой, шәкіртім мықты болып шықты ғой. Намазхан шәкіртіңіз, Намазхан. Жұрттар не дейді? Балық жауы дейді. Татабы андай мен үйдегі мамашкінің өзі балықта басынғасын дейді. Қарсы бәрі, қатыныма дейін, бәріне дейін қарсы. Татабы мен үйге тойға кетіп баратырмын деп костюм шалбармен шығып, домбыраның жылқысымен аулағам ғой. Аттан ұштап алып ше. Сөйтіп келесі тойға баян тарттым, домбыра емес. Сол Әзизбен танысатын кезде де Бәйгеқұм деген шиелде бізде не бар, суға түсетін жер. Орыстың шалдар ұқсап, қамыстың арасында лодкада отыр ғой, балық ұстап өзімен өзі. Бір өзі ма? О яғына кетіп қалдым. Ешкім мазаламайтын жағына кетіп, өзім қайықпен, және ешқандай андай не жоқ, дыбыс жоқ. Мош не болып отыр мен. Бір кезде ар жақтан пароходтың дауысы естіледі. Өтіп кетті, толқынмен, балғын, қармағым, етіп кетті бір кезде. Әзиз, мен өзім осы жаққа қарап отырмын, адам бәрі артымда ғой негізі. Мен көлге бұлай қарап отырғам. Бұл боковойымнан танып, о яқта кетіп барады. Анау Есқара емес банау, Есқара ғанау деді. Жуан дауыс ма? Ол дауыс маған уже жақпай барады. Қасында Мұқағали деген жолдас бала бар. Айналыста, брат, айналыста. Айналыста. Деп қайт келеміз. Есқара ғой, айттың ғой шеше, Есқара ғой. Айттың ғой жаңа сол ғана. Тақап, тоқташы, тақап. Ана, менің қайығымен пароходы деп соғысты, бұлай айналып, Әзизге бір қарады. Менің қармағымның ұшы басқа ештеңе көрінбей қалған жарайсың қараған кезде. Қармағымның ұшы бұлардың пароходының вентиляторына жалғанып парт етіп үзіліп кетті. Балық қалды жайына. Бұл енді маған қарай келе алмай тұр. Амандасамай тұр. Қол жетпейді. Бір бәлек не батыр амандасамады бірақ. Неңді берші телефон нөміріңді деді. Болды ма деп. Не болды? Жақсы ма жағдай? Жақсы, бәрі аман есен бірдеңе сірдеңе деді. Сол жерде ғана бір доле секунд қана не қылдық, амандасып, байланысып, болды хабарласамыз деді. Олардан кеттау ақыр дедім, арғырай балық таулаймайсың, қармағың тынды ғой енді. Сонымен жағаға кетіп баратқан кезде айфоным түсіп кетеді ғой, 3 метрге. Көріп тұрмын, бірақ барайын десем ұзақ бопты. Үйтіп, жалпы берекетімді алдына. Сонымен сорадан алып, не ақсам, уже бір күн уақыт өткен ғой енді, телефон істеп не ақсам. Татабы арсызды ғой, азанғы 10-дарда мазбындап, қалай жағдай дейді. Кеше танысқан. Кеше танысқан. Тұратсай, шамалы әңгімеге. Сіз біз деп араласек те кішкене. Барайықта кішкене де, жоқ еш, осылай мясной салат араласып кетейік сразу деді. Болды деп аралас, содан кейін сол арсыздығы әлі бойында міне. Біз енді 7-ші класстан бастап мен пойызға шықтым ғой, вагонда. Андай сатасыңдар да? Зат сатамыз, жүреді, зат сатып. Мұқау болдың өзі? Мұқау болмадым. Мамашың кітап қойып кететін. Ручкаға қойып кететін жанда. Пойызында дыбыс шықпай ма? Айтпаймын. Дайындалып алсын. Әзізбен қалай танысқандарын айтып жатсыңдар ғой. Мен Әзізбен
енді Түркістан танысқан шығармыз, бірақ пойызда бірдеңе сатып алыптым деді ғой. Мен білмеймін, осы ма, осы емес па. Кішкентай кезім мен 4-ші класста оқимын. Біз жаз сайын Ақтауда тұрамыз ол кезде. Қызылордаға, ауылыма, Жаңаорған дейтін ауылға қарай жазға демалысқа келеміз ғой. Сол кезде купені бір бала ашты да, портмоне бірдеңе аласыздар ма деді да. Мамам жоқ деп жауып қойды да. Сағат та бар еще. Білмей біраздар жауып қойды да. Көрдің ба ана өзіңмен жасты бала зат сатып жүр, сен болсаң бірінші полкқа түсейін, екінші бол деп жылап жатсыңдар деді да. Білмеймін, бір құдай біледі, осы негіз бар. Өйткені томпақ тура осы телосложение, түрі қара, кәдімгі көз бақырайып сатып жүрген тұғын. Мен бірінші рет осы Айзбен сөйтіп таныстым деп ойлаймын. Сол кездегі оқиғадан енді жібердім. Осындай жұмысал жаңа әзілдеп отыр ғой, сен осындай сөйтіп жүреді, әбіржіп, 7-ші классында сөйтіп бір бала тасып жүреді, андай жаңағы ішінде портмонесі бар, одеколоны бар, сағаты да бар деп айтты. Деп жылап жүрді. Баяғы еске алып, сағат та бар деп айтты деп күліп атып жылайды. Бір пойызға мінген кезіміз, команда купеге жатуға, купеге жатсақ енді, знаешь, ол нормальный деген сөз кез ғой енді. Ал оға дейін балалар плацкартта жатады, мен ғана купеде жатамын, өйткені ақша университет солай бөледі да, мен ғана купеге жатуға рұқсат. Отчет солай беру керек деген сияқты. Сөйтіп әйтеуір бухгалтериямен келісіп, балаларды да купеге жатқызамыз. Купеге кірдік, купеде отырып бәріміз жаңағы 2 купе болса, 1 купеге жиналып отырасың ғой, бәрің анау. Карта ойнайсың, әңгімеле. Енді жоқ, кірген кезіміз. Кірдік, короче. Ит жібереді ғой, ит. Андай. Тексереді. Манкенттен ма ит жібереді ғой, короче. Шу жақта. Жоқ, Шымкенттен шыққанда Манкентке жетпесе әлі. Манкентке жеткен жоқпыз. Манкенттен түсіп қалады ит, потому что Шымкенттен ит жіберді ғой, короче. Ит әр купеге кіреді да. Шығады, әр купеге шығады. Қаппайды ол, просто тексеріп бір шығады дейді ғой, короче. Кіреді. Осылай отырмыз ғой бәріміз. Біздің купеге кіреді да. Олан кіре берістегі есікте былай отыр да, короче. Ит арылады да, ұланның онда екі аяғына мінді дейді. Дауыс шығармаған дейді ғой, бүкіл купені арылады. Ұланға артынан 2 милиция бүйтіп кеп жатыр да. Тышып қойдық да енді. Мен біліп тұрмын ғой, анау кинолог дейді ғой мысалға. Значит, бір нәрсе бар ана сука. Қауып атқан. Ұланға ұлан тышып қояды ғой. Үстіне мініп алып қойып тұр ғой оны. Сөйтіп артынан бүйтіп келді да 2 милиция. Ұлан, не бүлдірдің деді. Короче десе. Наурыздаға, сіздің насыбайыңызға келіп тұрайын. Тоже менің қызығым бәрі сол байдың балдарымен өтті. Ол кезде плацкартта жатырмыз. Таңға таяу. Көбісінде болады ғой. Түсінде түс көріп жатасыңдар да. Түс. Түсте соған көн. Түс көріп жатасыңдар да. Түсіңде болып жатқан оқиғамен оянатын сәтке жалғасып бірге болып кетеді ғой. Таңдайым ғой кәдімгідей. Түсімде біреумен ерегісіп аттым да, бірдеңе аттым. Ол үлкендеу ма бірдеңе болды. Қорықтым да түсімде одан мен. Деп түсімде келе жатыр да. Мен болды, бәрің білесіздер ол өлеңді. Ұрайын деп келе жатыр да мен бүйтіп. Қалай сондай бірдеңе мен қорқып, болды, оянып кетсем, болды, give now, I'm like an angry. Деген өлең телефонда сырлап жатыр. Ман, не деген ұйқаста. Бүгін Жәкең келмепті. Жәкең отса дедім, Жәкең мен бағлан сенің шәкіртің болсам, мен Жәкең шәкіртім ғой. Жәкеңнің әңгімелері ол университет кезден бастап кәдімгідей істеген қылықтарының өзіне біз күле береміз, ойнағымыз келеді оны Дамашкіде. Жәкең әңгімесін айтып берейін, бізге айтып берді сол. Кезінде сол университет оқып жүрген кезі, 3-4 курс кезі уже университет танып қалған. Жәкеңнің жағдайы қатты емес, ақша жағынан, финанс жағынан жағдайы қатты емес, бірақ тіл деген кеткен, КВН деген. Сол жерде КВН жүргізіп жатыр. Ақшаның бәрін тілге саған да. Кезінде КВН жүргізу дейтін ол жаман авторитет кәдімгі мықты адам. J-клабты да жүргізген жоқ па Жәкең? J-клаб студент кезінде J-клаб жүргізді. Машина жүргізді. Сөйтіп КВН жүргізді. Бір досы бар екен, білмеймін, есімін ұмытып қалдым. Ол бірақ теңгесі жақсы екен оның, жағдайы жақсы. Екеуі бір қызды ұнатыпты да, екеуі. Бір-бірінен батамайды дейді жаңа, естесіз ба? Бір-біріне батамайды дейді жаңа, сен сөз сал, мен сөз сал деп таппайды дейді. Бірақ ана қызда білет, бірақ солармен дос болып араласқан кайф екен да мен. Жаңағыдай любой тусаға кіріп кетіп, шулап, үйтіп, бір жерге барып бас қосып отырып. Егер ол қыз біреуіне я десе, ол жүреді, ол 1-2 жылдан кейін тоқтайды ол отношение, ана достан айырылады, ана жігіттен айырылады дегенмен ол қызда кішкене есі дұрыс, нормальный қыз екен. Аида сияқты қыз екен да Түркістандағы сөйтіп.
бірақ жәкең андай нағыламайды екен жаңағы. Сөз салайын десе досынан ұялады, ана қызды бүйтіп бір күні бір кішігірім отыратын, сыралататын жерге отырады. Университеттің дәл қасында екен ол да. Штормен жауып қоятын кабинкелер бар ғой. Сол жерде отқан, досы отқан, не отқан. Басқа жақта параллель группаласын барып, балдар бәрі арасында билеп кетеді дейді. Сөйтіп жаңағы жағдайы жақсы жігіт бүйтіп отырып, қазір билеп қайтайын деп шығады да, сол кезде жәкең момент ұстайды ғой сол. Әдемі момент келіп тұр ғой деп. Пәленше айтшы осы. Пәленше екеуміз саған нағып жүріп. Кім тыңдайсың? Сондай сұраққа алып келеді ғой. Ада. Ақша бар үй жоқ. Мынада. Оны айтпайды бірақ қандай. Өзінің несін күшті қылып пас беріп жатыр ғой, ақша туралы айтпайды да. Мені сезімнің, жүрегімнің нәзігіні деген сияқты күшті бір сөздерді айтып. Жеңіп алу керек та анау жоқ кезде. Сөйтіп нағып отырады, сосын барып, Жанболат, Тоқташ, екеуін қатты жақсы көремін, дос ретінде араласайықшы. Жақсы білемін сендерді, сезіп жүрмін, көріп жүрмін ол нәрсені де. Бірақ осындай болады ғой жағдай, осындай. Бітеді жаздың күні екен, сұрашып отырады. Жәкең бүйтіп тыңдап отырады да, жаңа әңгімесін бәрін тыңдап отырады да. Бүйтіп терін сүртеді ғой бүйтіп. Сол кезде ана қыз Жанболат, жыламашы дейді ғой. Сол кезде маған айтып беріп отыр да, бля, ұсталды дейді. Момент тұрады да, бұндайда қалай жыламайсың дейді. Терді өйтіп түсіремек көзге барады. Бұндайда қалай жыламайсың деп. Ту Жанболат, жыламашы. Ана досым есікті ашты да, ай бля. Бәрі бітті деп, түсініп сразу. Термен сындырған ба? Маңдай тердің арқасында жетіпті да? Жаздың күні әжеме барамын ғой Сарыағашқа. Мамашымен қыдырып. Бір күні жұмыс істейсің, көмектесесің, мал бағасын, үйтесің, бүйтесің. Енді әжешке 5 оқимын ба, 6 оқимын ба сондай. Велосипед алып береді. Ол маған Ташкенттен шығып жатқан велосипедтер қиытып тұғын ғой. Ол кезде оны аламайсың, жағдай жоқ. Әжем пенсиясынан алып береді. Оны неге пойызға салып, тағы пойыз. Шеше қорқып жүрген шеше. Бүйтіп отырасың ба үйде? Пойызға тамбурға салып алып, ана велосипед енді менің кәдімгі машинам ғой болып, бір өмірімде бірінші рет оны алып, мектеп класстастарыма мақтанамын деген кетіп барадық Түркістанға. Ана тамбурға қойып, ана велосипедті қайда не беремін, кішкентай жүр ғой, мынандай жүр ғой, артқа бір алға. Ананы шыдай алмай барадым ғой. Ауылға жетіп, класстастарыма мақтанып, ананы айда көріп қойып тұр ғой. Кештетіп түсеміз ғой, түнде түсеміз, түнде айдай алмайсың ғой. Дәл вокзалдың жанында тұрамыз, квартирада 5 мың теңге төлейміз айына. Бір әңгімеге бәрін тоқтайды. Бәріміз қанша текпен Су свет өзлерге. Азанын күтіп отырмын ғой. Пойызда да айдай алмадым, ана түнде де өте алмай жатырмын. Кірдік, бір кішкентай бір қора сияқты, гараж сияқты барды ғой, соған қойып қойды. Үйге кіреміз, өзіміз бір-ақ бөлме тұрамыз ғой. 5 мың теңге. 5 мың теңге кіргізіп, ұйықтаймын, азанды күтемін. Азанда енді ұйқымда тұрамын да, қуанышпен, кәдімгі беті қолын жумай, шайым ішпей барам. Ана есікті ашып, уже құлыбы жоқ көрініп тұр ғой. Содан қорықтым, бітті құлып жоғынан. Уже жылайын деп жатсың. Біттім ғой, ана жерде жылам, еңіредім ғой. Велосипед жоқ па? Жоқ. Алып кетіп қалған ғой, ұрлап кеткен ғой. Сол жерде алқаштар көп жүреді сол жерде. Аңдыған ғой, түнде велосипедпен келгенімде. Ол историяны негізі кімдеге ғаниларға айтып берген болса, ПТК-дағы балдарға ше, кеше той істедім ғой, сүндет той. Велосипед әкеп береді тойыма. Машинаң бар бірақ. Машина бар. Ана орындалмаған келешілерді, ана велосипедті соғып намай кеттім. Оны еще үйде ремонт болып жатыр. Терілмен жиналмаған коробкамен әкеп бере салды ғой. Барып, үйге барып қоям. 10 торлап кеткен ғой ше. Вообще велосипед алмадым өзі. Бір велосипед мінамай жүрім ше. Бәрі бір адам болса да ұрлаған. Бәрі бір адам болса да. Мен саған не мінгесмен тағансам өміріңіз. Мына жерде анау маған айтып беріп жатқан кезде ол білет кім алған. Алғаш деп жатқан Сабыр дейді бір кісі бар да. Соны шешеге мына Сабыр алып Сабыр сүкпетті қайттан дейді. Ол алғаш әлі тірі ма? Құдай сабыр берсін саған. Құдай сабыр велосипед берсін саған. Сабырды велосипед. Баланың атын сабыр ғой, ертең велосипед береді саған. Велосипед ұрлап әкеп береді. Ол да ұрлықшы болады. Баламның атын велосипед деп қою керек. Байдың балдарындағы ұлан фук деп сурет шығады. Қайсысы?
Томбақ қара бала. КВН-ге бардық жаздың күні. Бірінші рет КВН-ге бардық қой сол кезде, бір проект ол. Жайдарман проекті. Жаздың күні барған кезде бір квартира жалдадық. Сол жерге барған кезде есік алдынан терезеден қарасам мен мектептің балдары, примерно 9-10 класстың балдары футбол ойнап отыр да. Формалар бірдей кәдімгі, четко мектеп, жақын жерде мектеп тұр, ана сияқтың балдары екен ғой. Қыштым, Наурыз футбол жақсы көреді, Нұрым кәдімгі футболист. Ұланды для прикола, кімді, Бақдәулет для прикола, жүрсінде адам 5 адамға толтыру керек болды да. Білмеймін, бұтсыйымыз да бар, аяқ киіміз сол кезде алып бардық. Дайын, ойнағанбыз ба? Өткен Көкшетауға баратын кезде футбол ойнаймыз деген ой болды бізде, Көкшетауға баратырық қой. Сыртқа шықтық, 9-10 класстың балдары шыққаннан кейін топ теуіп деп суға ойнадық бір кезде. Нұрым бастады, қолаға ойнайсыңдар ма кетті. Сөйтіп Нұрым енді удары қатты ғой негізі. Баң теуіп жатыр да. Ана балдар деп қабатыр, кішкентай балдар ғой. Нұрым шамал жайрақ ойнасайды, жайрақ ойнаса, анау кішкентай балдар ғой. Мен ана ауырып қалады емес, жылап мамасын шақырып келіп, папасы Астанадан адамдар, что-то твои ешбір бәле болып кете ма деп ойнадым. Сөйтіп ұлан да естіп тұр да оны. Жай ойнайық кішкене. Отылайық еще суын беріп, күшті қылып кетейікші, сонда кинодағыдай деп тұрмын. Сөйтіп бір кезде басталды. Бірақ ана балдар кішкентай болғанымен пастары, кәдімгі футболист аналар үйренген. Өтіп кетіп жатыр еді. Зу өтіп кетеді да. Бағана әңгіме естіді ғой олан, жай ойнайық деген. Ол кезде келіспеді. Ол кезде ол бар қылдыр да өткен олар. Ол келіспеді. Өбеші ойнасандар шыдай, балы тұра ба? Келіспеді. Қойшы жай ойнай берек. Саған жай гол кірсе, бүйтіп өткізді ал дедік да. Жай тепсе дегенім бар еще. Сөйтіп, ана фук. Жаман қатты тепті. 9 класс оқитын бола. Олан бірақ соны деп ұстады да. Ол бетімді қорғады да негізі. Таңғыда қалды да. Мен анша тұрған ма? Аял! Аясайшы! Нағашың ба? Жездең баласы ма? Неме неге аябасың? Ұлан, мен сені жақсы көрем. Жанында велосипед тұр еді, сен келмесің. Бір оқиғаны айтып берейін. Трилді қылып айтатын емес ол, короче. Триллер ма? Трилді емес, триллер. Қысқан нұсқа. Алматыға жолға шығайын деп отырмын и бір аэропортқа баруымыз керек. Таңғы бір 5-тердің уақытында. Шымкентте ма? Иә, Шымкенттен. Сонымен үй жақтан такси шақырам. Басыма өзімнің бір ағам берген тақия бар да, короче. Соны киіп алам. Үстінде шапан. Ана оюмен андай тақия күшті жарасып тұр. Сондай стильмен, сондай. Сөйтем да такси шақырам, такси келді. Мен шықтым сыртқа шықтым да ана артында. Алдына қарап едім, алдында бір сумка тұр екен, короче, алдыңғы орында. Сонымен артына барып отырып алдым. Артқа өтіп отырдым. Ана водитель, короче, бүйтіп қарады да, кәдімгі танып жатыр екен дедім да мен енді. Осы 2023-те ма, осы неде жақында болған. Танып жатыр екен дедім да, ассалаумалейкум деп отырдым. Сонымен уағалейкумассалам деді да, бүйтіп айтып кетіп барды. Жүре береміз ба? Иә. Қалайсыздар дейді маған. Маған бірінші рет. Андай күшті не қылып жатыр да, сөйлесіп. Таксисттер. Әйтпесе не алады андай. Сөйтіп жақсы өзіңіз деп отырмын. Жақсы. Сөйтіп кетіп барады. Айнаға қарайды. Сізді ютубтан көріп тұрамыз деді. Иә, рахмет деп бүйтіп артынан уже ойыма келіп отыр ғой. Иә, рахмет деп отырмын. Тағы қарайды. Қабылбек ұстаз емессіз ба деді. Тақия мен сонымен Қабылбек ұстаз. Мен ұялып кетемін ғой. Жоқ, мен Шәріппін ғой дедім ғой. Кім дейді? Шәріп! Өзінің несімен амандасып кәдімгідей. Қалай екі разницаны байқаса ғой. Бағана Қабылбек ұстаз болып еді ол. Күшті болып. Мен де анау жұмаға бардым ғой. Жұмаға бардым. Қашан? В общем, жұмаға барамын. Жай екі жаққа сәлем беріп болып, имамның несін не отпайын ба? Арада бір 5-6 оқитын пацандар ғой енді. Көзімнің қиығымен көріп тұрмын да. Бетіп атсам, каленте си амор дейді. Ең алғаш төбелескендеріңізді естідіңдер ма? Ең алғаш төбелескен кездеріңізді. Көп төбелеспегенбіз ғой. Одан басқа тақырыптар ше. Негізі біз шығармашылықтың адамдары, өнер адамдары ше. Өнер деген өлкеде жүрген адамдар, бес конфликттің адамдарымыз ғой, төбелес деген. Өнер. Бірақ ол 9 классында болған оқиға ғой. Түркістанда тұрам. Түркістандағы мектепке барам дегенше 1 километрдей жаяу жүруім керек. Бір көше ғана әдемі да, бірақ именно ол көшенің бір минусы, атын айтпай қой, Бағлан дей берейші атын. Көшенің ба? Районның. Бағлан көшесі. Бағлан дейтін бір бала,
постоянно бека бека боқа өзімен өзі тиісе береді да бергелеу сен дей береді, білмеймін артық ештеңе жоқ, боқтайды арасында лай лақтырады сөйтіп нервқа тиеді. Қайсыншы сыныпта? 9-шы класс. ол кезде өнер адамы емессің ғой. Жоқ, 7-ші класстан бастап КВН ойнап жүрмін ғой. Сол үшін ол анау КВН темасымен күлдірші, анекдот айтып, бір бөле. Ол сабаққа бармайды, ол бір класс жоғары менен. Тисе береді. Қиын болып кетті анау. Кәдімгідей бір жерде өксік жиналып қалады анаған, намыстанғаннан ше. Біз анда боқтай салмаймыз, жауап бере салмаймыз. Класс, мен кружокқа араласпадым. Велосипедіңді жоқ өтіп кете салайсың. Сабырдың айтайын деп тұр. Айтпайсың ба? Баста кружокқа араласатын балдар бар да, сол біреумен ғана жақсы араласатынмын. Сол балаға досты осындай постоянно өткізбейді. Сен кружокқа араласасың. Олардың сол круг болып, соларды қорқытып атқан көріп қойған мен бір күнде. Барып айтшы, мен досым бізге араласады дейсің ба, сөйтіп нағылып. Ананы тоқтатшы деймін. Өте алмай кеттім ана жерден. Болды, бәленшені алайық, үшеуміз барамыз. Бірақ барған кезде төбелестірме, деп айтып қоясың. Шығасың ба демеші, деп. Ұялып жатырмын ана сөзді айтуға, бірақ төбелесесің ба, төбелесіңдер онда, төбелеспей шешейік демеш. Андай төбелесе алмаймын деп нағыл айттым. Дашы болған күннің соңын. Болды деді. Сабақ бітті, қайтып барадық, нә жер кәдімгідей ішім уайым. Не болады, не шешіледі, уайым, үй жағына бардық, шақырып алды, балам, бергесеу, деп анау, енді біз жақмақта. Өзінен шықты, қалайсыңдар? Қалай, бека, боға, басталды қайтадан. Тура соғын қасында бітпеген үй барды ғой, бітпеген үй. Сөйлесек кетті, үйіне кірдік, нағып тиісіп атсың бека ғой. Мен не деп тиіспін оған? Бірдеңе басталды әңгіме. Тиісіп атыр екенсің, қойса болды, жіберсе анау. Өзі сөйлей алмаймын. Сен бека шығасың ба деді. Сол айтылмаса екен деп тұрсың. Мен деп қалмас үшін, өйткені деп қалсам мен төбелесеміз, жеңілем да ана дауыспен. Жиналуына деп айттым кәдім, дауысым шығардым, дұрыс шығарып алдым. Тұрасың ба сен деді ана балаңа. Деді анау, мен қорқып атырмын кәдім, шынымды айтайын. Түр бермей тұрмын. Сөйтіп ДШ формымды киіп алдым, ДШ формым бардығын киіп алдым. Анау үйінен шығып тұр ғой енді. Налықты футболкасын шешіп қалды ғой. Футболкасын шешіп қалған кезде ойлап атқан жасындар, жаңағыдай пресс бірдеңе деп. Жоқ, андай не? Кесік ба? Кесілген нелер тұрған андай. Пышақтың іздері кәдімгідей тұр бүйтіп, ұзын. 9 жастың баласы ма? Ол 10 класс оқиды. Оқымайды, бірақ 10 класс. Мынау төбелестерде жүрген, пышақты алып жүрген адамға мен қазір мен не төбелесем қазір, не түрмен төбелесем деп, уайым кәдімгідей. Басым айналып баратыр, сабақ сұраған кезде апайлар сұраған басың шамай айналады ғой ше. Бүйтіп тұрмын шешіп. Ана жер кесек-месектер майда жерде жатыр жерде. Сөйтіп, давай бас. Кесектерді бүйтіп, итеріп тұр, қазір тиіп қалмасын деп. Анау Ван Дамның киносы ма, бір Джеки Чан киносы тойып алған баланы. Деп бірдеңелерді істеді. Керек емес деп тұрмын. Ондай артық бір менен күшті болатын бірдеңе істемеш. Анда эффектілер қойылмаш деймін да, тычкілер, переходтар істемеш деп тұрмын ондай. Бір кезде ортаға жақындап барадық. Басталды қазір төбелес. Не істеймші мен ештеңе, бірақ кезінде бір кикушункай карате дегенге қатысқам. 4-ші классымда Ақтауда тем более ол. Сол кезде маған біреулер айтады, сен аяғың ударғат деп айтқан емесінде қалып қалған. Анау ше, стойкісі де басқаша мынау емес. Мынау ше, не істейін деп жатыр мынау. Бет тұрмын да, уайымдап қорқып тұрмын. Оң аяқпен мына жерден паң қатып істеймін. Бүйтеді ғой. Дейді ғой анау шеше. Бар ударың, кинодағыдай. Шеше. Уже болды. Бөлі, мынау батпайды ғой, мынау қалай. Жоқ, қайтып барадыр. Терезеден қарап тұр ғой, достарым бірге. Қайтадан тағы да, дәл сол жерден қайтадан демем да. Деді адам. Біріншісі ауырған екен ғой. Тағы да, үшіншісі демем. Деп жүгіріп бері қарай. Бейт. Білмеймін не болып қалдығын. Удар тиіп атқан жоқ, бейт ұстасып қалып еді. Аяғын ұстап қаптым бейт. Бір аяғы ілініп қалды да. Өзімді секіріп астыма қарай қалып, жерге қарай құладым ғой үстіне. Дыңғытып деген анадан ше кукланың дауысы естіледі. Мен қойдыр. Үйдеді, қойдыр.
ана басынан тұрайық демалып алайық деп тұрған мына жерде қатты тиген бір кесек қама тиді Та жыртылды ма бір жері? дыхал кісілер жаман удар болды. Мен ана момент пайдаланып ауырып жатырмын, рахаттанып ше менің ударым батып жатқан жоқ, ол арқасымен әуре отыр ғой. Сосын түсіндің ба деп қойған, не түсіндің ба? Болды, тоқтат деп ше, ана достарым бүйтіп бөлді. Тез сыртқа шығып форманы қайтадан киіп алып тағы да өле сосын кетесің деп. Үйінен мама шықты, әпше шықты, мен қуып жүр ғой, ол бір бәлемен ұрып бейт. Сол баламен кейін сөйтсе мына не деп тұрсыздар ғой, пышақталған емес екен ол. Тойларға барады екен да, цирк өнерін көрсететіндер бар ғой. Соңғы шишаға тұрады, пышақты ұрады екен балғамен жүзін. Соны бүйтіп деп кеседі екен. Кейде қызарып сүйінді. Екеуміз тойға шығып, күшті араласып кеттік. Мен бүйтіп подносты бүйтіп алып жүремін да. Ортаға қоям, өзім 2-3 теңге ұрып қояды, соны сап қоям бүйтіп. Сөйтіп күшті осып кеттік баламен. Тур осылай бір жас жоғары бір баламен разнас төлсетін болды, короче. 2 класс бардық қой, 2 жыл. Сонымен бітпеген зданияға, жаңағыдай бітпей қалған жерге барып төлсетін болды да екеуі. Қыста ғой, досым бүйтіп. Класстасым ғой, қолым қарға бүйтіп жатыр да, қарды ұстап бүйтіп жатыр да. Не істеп жатсың десем, қазір удар, су болып, плотын тиеді дейді. Оны бір жерде естіп тұрмын негізінде. Сөйтіп, біз күліп тұрық қой енді. Біз енді бәріміз бір разнас сөйлесетін ғой да, біреуіміз разнас сөйлеседі. Соның кезегі келді да, разнас сөйлеседі. Сөйтіп бір кезде екеуі төбелесіп жатыр, папа төбелесіп жатыр, біз қарап тұрық, давай да, былай ұр деп. Сонымен анау бүйтіп артына шығып кетеді, онда бүйтіп болевой тартады, аяғынан бүйтіп ұстап тартады, же, короче. Сөйтті біздің класс ұтып қойды ғой, класстасымыз. Сөйтіп аналар бірдеңе деп кетті алар енді мақтанып. Біз класстасым отыр. Қолы үсіп қалған жеші қарға ұрам деп, қолы үсіп қалған. Жылап отыр да. Бүйтіп төбелескен болса. Жылап отыр да. Велосипед бидай деп процент. Бет аузы бытшып кеткен, қолын аяғын тартып тастаған. Бет аузы бытшып бүйтіп жылап отыр. Не үшін жылап отырсың енді десек, папа ғой бәріне кінәлі дейді ғой. Сөйтіп айтқан ба екен? Папа ғой бәріне кінәлі дейді. Не үшін десем, сағат 11:30 ұйықтатып тастайды мені. Бушидо көрсетпейді, анау Бушидо без көреді екен деп қойды. Ана Бушидо көріп болевой тартып тастай берді да. Короче, бір жігіт деп айта берейін. Оны білем. Бірақ автобус қатынайды ғой, ауылдан қалаға қарай 3,5 сағат жүреді да автобус. Шаянға ма? Сөйтеді дағыны сентябрьге киіндіреді ғой, полный. Киімін бәрін әпереді, сөйтеді да қыршалбармен қыстың күні гамаж сыртынан қыршалбар киіп, анда ремен кнопкасы бар ремен енді пайда болған кез ғой. Сондай ремен әпереді. Тағып алады да үстіне курткасын киіп, четкий қылып сағат 2-де жүреді автобус, 11:30-ға киіндіріп бітіреді да тамақ бәрін әперіп автобусқа дайындап кетеді. Әпшесімен әнесін. Өздері оқуға кетеді ары қарай. Ана автобус кеш сағат 6-та ауылға жетеді. Сөйтеді да неге туалетке барғысы келеді, туалет 5 теңгенің кезі. Озерада тоқтайды автобус ше. 5 теңгеге барып туалетке іші ауырады енді. Үлкен неге шыққысы келеді да, әжетін өтегісі келеді да, туалетке барса қабылдайды, 5 теңгесін алады, ішіне кіреді, бүйтіп шешін десе, ана ремен шеше алмайды ғой, мынандай кнопкасы бар ремен. Білмейді. Тарта шешілмейді, тышпай шығады ғой, қайттан шығады. Сағат 2 болады, автобус болыңдар, сыртқа шығады, шығывандар, не қыламыз, жүреміз. Қайта іші өтіп барады, қайттан барады, ашамайды анан. Қайттан кетеді, екінші побит кетті. Темірланға келеді ғой, Шахрамаға баратыр да, автобус. Темірланға келеді да, біреу сыртқа шығып неғып атқан кезде қайттан барады ғой анан. Қайттан шеше алмайды ғой ана кнопканы. Барады, өзі іші қозғалып барады, түрі өзгеріп кеткен. Ауылға 6-та жетеді ғой, 4,5 сағат іші өтіп келе жатыр анасы. Түсі боққа ұқсап барады. Бара салатын велосипедте жоқ. Аты кім? Сабыр. Сабыр аты. Сөйтеді дағаны үйге жетеді. Пойызбен бара салмай ма? Үйге жетеді ғой, ескі. Үйге жетеді дағаны пышақ алып шықшы дейді ғой.
короче 9 класс оқитын кез ғой пышақ алып шығады үйден ше пышақты алып туалет үйдің сыртында болады ғой туалетке қарай жүгіреді ғой да кесіп отырайын деп жатыр бары жеттім ау деп бүйтіп жатқан кезде дейді ғой ішінен далада болмайды да уже сол жерге миымен дайындалып келген жібереді ғой ананы ішке кіреді ғой түрсі жоқ тек шалбар киіп алған үйге кіреді үйге кірсе жаман иіс шығып жатқан ғой енді не жазып жатыр дегенде ананы көрген ғой замогын жаппаған екен да анау ше ремен жоқ замок ашық тұр бұнда дым жоқ сасық сен ба деп ана деген содан кейін аты сасық болып жатыр әлі күнге шейін сасық деп айтады велосипед түрсет айта беріңдер болған оқиға ізімен пышақ демекші мен астанада оқығам астанада оқығам колледжде астанадан колледжде көрдім бірде колледжде колледж ана астана деген велигім бар тұғын қай жақта оқыдың дейсің? аффект деген колледж бар вокзал жақта Колледж деген апалар ұқсайды ма? тек вокзал вокзал жақтан шықпағанмын Училище деді. мамам туған сіңілісі бар ғой жақта сол түсірген ғой мына жақта түркістанда ана баяғы атыс бас болған кездері құртқан ғой өлтіреді өледі деп сол жаққа оқу 11-ді бітіріп 1 жыл тағы да жүріп колледжге түстім ғой барып қорғалжын балдары бар бандит сымақтар көп мені мақтанғым келеді ғой братаным соны пистолет әкетіп қаламын ғой мен колледжге барып мақтанайын деп ше басын салып ең артына отырып пистолет па кәдімгі травмат қой короче резина травмат соны алып алып бүйтіп старостар да көріп жатыр деп анау балдар қызық қой бәрі жиналып қалады басетке салып аламын оны бір күн болса да мақтанып барайыншы деп апарғанмын ғой сөйтсем біз сол күні жалпы президентпен жолығатын күніміз екен мен есімнен шығып кеткен ғой сен президентпен жолығасың ба колледжде аппарат короче біз полный Велосипед берем деген ғой президент. полный кортежбен терезеден қарасам уже автобуста тұр сопровождениеде тұр шығарады мінгізеді сразу сенде пистолет бар пистолет жүр қалтамда кеттік пирамидаға жақындады уже кәдімгі қойды түстім пистолет есімнен шығып кеткен ғой уже менің ше барсеткімде бар екен талып бағып уже артқа жол жоқ баратын уже Москва. бір кезде куратор тұрды да пышақ бірдеңелер жоқ па қалталарыңда қайсы деп айтып қалып еді пистолет бар ғой қалтамда пышақ болмаса болды пышақ емес пистолет бар уже тың дейтін жерін өткізіп жатыр бәрін тексертіп артқа барайын десем адам уже піртек келеді ғой кәдімгісі басып бәрінде пистолет болса сөйтіп бір бәле қылып шығып өлейін деп тұрмын айтпасам мен пистолетпен кірейін десем бір бәле шығып итеріп қар жауып тұр арасында атып жіберіп адамдарды атып ол кезде андай ол кезде шықтым да бір табурет не отыратын жер бар ғой не дейді Лавочка. сондай жердің дәл жанында мусорный несі бар соның екеуінің ортасына тастап жібере саламын ғой пистолетті қарға люк өтіп кетіп кетеді Зүңгі тығылады, онсыз сабыр ұрлап кетсе қайтқан кезде жоқ кездесіп боламыз шығамыз сөйтсем тура мен жаңағы пистолет тастаған жерінде кішкентай трактор бар ғой тазалайсың қар тазалайсың сондай тазалап жүр ғой пистолет жоқ па сонымен жоқ пистолетті көрме ана немен отыратын лавочкамен мусордың ортасына тастаған ғой ол жерде тастамаған ғой алдым мұз болып қайтадан сумкамен салып алдым да өзі мұздай одан бетер холодный қылып алдым да кейін апарып бердіңіз аман есен үйге апарып бердім ғой оқтары ертесіне колледжге қайтадан бардым ғой сөйтіп барып алсам уже адамдар Айзхан тебя сейчас директор вызывает біреу тағы мына Айзхан камераға қарап айтыңызшы камераға не үшін олар біліп қойған ба колледж бүкіл шулап кеткен ғой ана жерде старостмен жатқан жоқпын ба жоқ көріп қойған ғой сол кезде айтып қойған да старост көрген ғой бізде Айзхан тот раз пистолет был он может быть выстрелить бірдеңе деп орысша колледжде оқып жүрмін ғой сат жермедің ба пистолетті ана пойыздағыдай жүрегім кетіп бара жатыр ғой неге директорский вызывать деп директор шыққан алдымнан кәдімгі кішкентай балаға дейін бәрі біліп алған ғой кетіп бара жатырмын кәдімгідей не болды ақыры аштым директорын мамам сіңілісі отыр директор отыр екі полиция отыр бір кезде кірдім да директор апай ғой орнынан тұрды да ты что Юсупов
президента хотел убить, да деп ше. Нема? Нет, апай, ондай, я его не убью деп қойды. Бір кезде ана бір атамда отыр ғой, пистолет, соны келген бәрі біліп алған ше, бір туалетке барып бар мен. Стройкада жұмыс істеп жүрген кезде ғой. Әр үйді кәдімгі солай не алып жүрдік. 11-ші микрорайон полный бұрын ескі үй болған, соны сүріп-сып, жаңа үй салынған. Соның ішін ремонтын істеп тастағанбыз. Балалар сол жерде жатамыз. Жаздың уақыты кәдімгі не жоқ. 2020-да Лига чемпиондықтың несі финал болып отыр, PSG мен Бавария ойнап отыр. Бір зал тамында жатырық. Черновой болып тұр, әлі біткен жоқ. Сода 3 бала ұйықтап жатырық. Мен жанымда бір бала бар, анау төрде бір бала жеке жатыр. Мен матч көріп жатырмын, матч біте бастаған кезде төрдегі бала, короче, бастырылды ғой. И ол андай ыңырсып бастады, короче. Мен көріп жатырмын. Дейтін дауыс шығып жатыр. Матч көріп жатырмын. Бүйтіп тыңдап көрдім, короче. Ананы неғыламай жатыр ғой, короче. Қиналып жатыр ғой, басқаннан кейін. Бүйтіп айқайлай алмай жатыр ғой. Сөйтем да мен күле бастадым, жанаған ілініп. Жай шықтым да камерамды қосып қойып, жаттым ана фонарикпен. Дауысын естуім керек қой. Кімнің жаңа қиналғанын ертең көрсетемін деп жатырмын ғой. Деді да енді ол кәлима айтсаң жібереді, соның кәлимасын айтуға тырысты ғой енді ол бағыс. Көп айта бермейді да негізі ол, бірақ енді барынша есіне түсіріп. Басы қалай еді деді ғой. Бірақ жібермей жатыр, короче, анау қиналып жатыр. Не біледі, соны айтып көріп жатыр. Субханалла. Болмайды, мен мияқтан тарқылдап Толыға айт деп жатыр ғой. Иә, сондай болып жатыр. Түсіріп жатырмын, бірақ тарқылдап күліп жатырмын. Сәлден кейін қайтадан басты ғой уже. Қиналып жатыр, сөйтті да. Жіберші деп. Жіберші. Кәдімгі өтініш жасай бастады. Сөйтті да. Ең жыртысы қазір. Боқтап бастады ғой. Зой болды. Тарқылдап. Дінге келмейді. Болмағаннан кейін. Қорқытты басым. Мен кәдімгі шегім қалып, күліп өліп жатырмын. Сөйттім да. Көшенің несі ұстақ қылқылдаған жер оны. Сөйтті да, сол жатты да. Деп кәдімгі тұрды ғой орнынан. Мен камераны өшірдім да, камерамен бардым, короче, сол күйі. Не болды деп бардым. Бүйтіп әбір шығып кеткен, терілеп кеткен жаздың күні. Темекі берші деп. Сөйтсем, оған мен болып барғам ғой, басып атқан, қылқындырып атқан мен болғам. Нақ қылқындырасың дейді. Мен емес, мен камерада түсіріп жатырмын деп. Полный камерадағы жаңа қиналғанның бәрін көрсетіп бердім. Бастыру демекші, пойызда болған тағы оқиға бар. Бәрін саттық қой пойыздашы. Пиво, минералка, напиткіден бастап кейін көтерілгеніміз детский киім болды ғой. Сол орталарында DVD диски деген енді шықты ғой. Ой, бізді сол Алдараспан, Шаншар дегендер асырады ғой. Бірінші оригинал дискілер шыға бастады ғой, кәдімгі қымбат деді ғой. Кейін портативныйлар шығып кетті ғой, жасандылар. Пиратскийлер. Иә, олар 100 теңгеге дейін түсіп кетті ғой, оптовый алатын жер. Оны 500-ге сатасың, 400-ге сатасың, 300-ге сатасың, 200-ге сатасың, 100-ге өзі бере саласың. Түскеде 50-ге дейін бірізге. 300-ге сатасың, 200-ге бізге береді десе. Сөйтіп. Бірақ дискінің бір рахат жері проводниктегі российский кино, меч деген кинолар бар да, мақты солар бересің, жүре бересің, олар сызбай аккуратно қайтарып берсең, новыйын әкеп беремін деп қойды ғой. Тегін міне бересің да. Сөйтіп, ол еще ол дискісін байдасыз, мектепке де дейді ғой, мектепке де 2 сабаққа барам, апайларға индийский кино берем, еңбек пен физикалар, ол российский сериал берем, короче, дискімнің бәр жерге пайдасы тиіп жүр ғой. Қалың малына 100 диски класстастарын шақырып, порно полный мен үйінде көреді ғой, короче. Оны пойызға сатасың, бірақ ол да 100 теңгені аласың оны да. Ананы да 100 теңгені аласың. Ол қымбат емес па не? Ол 2000-ға сатасың бірақ аны. Вахтовиктерге 3000-нан сатасың шеше. Өліп келатады ғой шеше. Армиядан келатқандар. Оны еще шеше. Анау несі алынады ғой бетінде қағазшы, алып артқа салып қойсаң, аппақ жағынша
өйткені көрінбеу керек қой шеше салсаң кеттің ғой ана мен тексеретіндер ана қалай сенемін десе бүйтіп мына бетін көрсетіп қоясың ба ол еще мына іште барма точно дейді ғой ана не алдық қой соны мынандай DVD бар ғой кәдімгі ше кішкене шықты ғой сәуле ішіндесіңдер ма деп иә ішінде соған көрсетеді ғой көрсетесің ғой еще көп көрсетпейсің айнала орта жағын аяқ жағын көрсетсең болды оны көріп отырса болды ғой ше бітіп алмай қалды сөйтіп короче көрсетіп отқан кезде анау рахатта бір-ақ штук сатасың да 3 мыңға 2 мыңға ше ана 2 штук дегенде 10 штук сатасың раски ужас дегенде ше нысана дегенде мамашка екеуміз кәдімгі ала дорожный сумка бар ғой мамаң да сата ма дискін сатады ғой ол екеуміз енді сол кісі ғой мен пойызға шығарып жатқан жоқ порно сата ма мамаң да порноны сатпайды ғой ол деп ойлаймын ғой сататын жарайды короче біз бүйтіп келісіп мінеміз купе жаққа мінесің сен мен плацкарт жаққа мінемін өйткені ортаға өткізбейді ана штабной вагон өткізбейді мына жаққа құр ана жаққа кет деп отырады иә связьда отырамыз короче түркістанға мінеміз да жауырғаннан шиелге дейін барамыз ғой жауырған түсіп ауысамыз екеуміз өйткені менің дискілерім онда болмай қалады оның дискі менде болмай қалады мына жақта сұрап қалады да екеуміз тез ауысып аламыз арт жақтан кілт бар екеумізде пойыздың кілті арт жақтан короче мама екі дискіге ауыстырып алғансың бірақ иә ана жақтан мынандай сұрап жатыр бар ғой сенде анандай бар ғой андай сұрап жатыр иә деп келісіп кетеді 5 минутта короче 5-ақ минутта 10 порно попеш болмады мініп кетеміз да кет арға диски бар DVD дискілер барлық диска деп кетіп барсам біреу тоқташы дейді купеде плацкартта жүрдім да купеге міндім ғой мен қазір сол бір орыс қой бақта иди сюда дейді ау брат есть порноға дейді есть какой вам деп какой ой бар ғой 3-4 бар не деп айтасыз тяжелый бәрі бар ғой короче соны кәрістер сколько стоит 2000 мне одна женщина за 1000 дала же дейді мен мамамнан тығылып жүрсем ол менен тығылып жүр екеуміз бір-бірімізден тығылып сөйтіп ол ерінде сонымен саламыз екеуміз қызылордаға алып кетеді милициялар ше қызылордаға әкетіп баратыр олар ондай дискке көнбейді жібермейді өш көнбейді ананы заңға кетті ғой штрафы кетті ғой жазып жатыр толтырып жатыр екеуміз мамаша екеуміз қарап біріміз жылап отырық қой ол да жылайды мен де жылаймын ше қол қойып отырмыз паспорттамыз сода қызылордадан түсіреді да қызылордадан уже негізі сол қызылордаға барады ғой бізде түсіретін жеріміз жауырған шиелі ғой әкетіп барады сол қарай жаңағы опорный тіркейміз болды кетесіңдер деп дискілердің бәрін суретке түсіріп кәдімгідей жүрегі ауырып баратыр сендер түсірді ма сонымен неге апарды ғой милицияға апарды ғой бардық мамашка екеуміз кәдімгі мынандай не бар ғой жырқ екеуміз түсіріп жатыр ғой суретке уже кетіп баратыр қатты кетіп баратыр тағы да бірімізге қарап жылап аламыз ғой содан кейін қойдық қой сондай нәрсе бірден қойдық қой сол жерде штраф беріп әрең шықтық қой таныс арқылы порно сатпаңдар болмайды одан кейін жылан саттық ит саттық пойызда бәрін саттық қой карманный зарядка дегенде жыландар бар ағаш ше бетін алатын соны сатқан ғой анау не бар ғой көрсетші ит бар ғой ит баяғы жүреді артқа алға жүн 200 деген 200 деген ақшасын айтып оны 200 дегенде біз аламыз ғой 500-ден сатамыз пойызға оны сол дорожныйға көп қылып аламыз 20-30-дан аламын 5 теңгеден пыталап бересің қатты өтеді ол ше кішкентайды үлкені де сыйлыққа да бәрін алып отыр ғой бір досым крит деген одеколон жақсы көреміз ғой қазір мысалы 130 мың теңге ма 140 мың теңге ма крит сатып алып 5 деп анда-санда сыйлық қоямыз бір күні пойызда кетіп бара жатсам одеколон аламыз бірдеңе көз жақсы отырады да крит тұр ғой короче алдында ше қолымда ебай 2000 теңгеге берем бауырым дейді ғой ашсам ішінде басқа ғой кәдімгідей спирт ол жегізіп кетеді өлтіреді ондайлар соны артқа алға бітті ғой уже модадан қаба тұр ғой мысалы бір жылдан кейін итті қалды одан кейін жылан шықты уже базар ағаш жылан болды бүйтсең басы бүйтіп тұратын естеріңде ма ол да 500 теңге тұрады оны да 200-ден аласың 500-ден пыталасың оны да бір кезде кетіп жылан бар жылан деп жүрсің пойызда енді жылан деп бір купеге кірдім да анау кішкене қызықты қылып басқаша қылып ойнатсаң креативпен кіру керек алады да анау креативпен маркетинг сол өзім кірмеймін ғой бірінші қолымда жылан бар деймін ғой деп іште 2 қабат әйел еркегімен бірге жыланды алып көтіме тұрып жүреді
содан кейін жылан сатпай кеттім. Жылан сат. Одан кейін басым кетіп қалды. Жылан сатпай кеттім. Жоқ, сол жыланды алып беріңдерші қазір. Өтіне тыз жерге. Қыран домбырамен келіп қала береді. Одан кейін карманный зарядка өттім сразу. Енді шығып отыр телефон зарядтайтын. Телефон таза келіп зарядчик жоқ. Ананың да түр-түрін солнечный ананы дегізесің оны да. Мен бірақ ұялып жегізетін тұғым. Похуй жегізетіндер ғой ше. Мынандай нәрсені 10 рет зарядтайды деп Кейбір береді ғой ше. спирттер жанады дейді маған. Кейбір майлар жанады, братан. Ана кісілер Жан колонкалармен кетіп бара жатады музыка. анау солнечный зарядка алады деп жегізіп кетеді ғой. Негізі алмайды да ол ше. Бейшара өтіп барсам күнге қойып қояды онан ше. Сеніп. Иә, еще одан шығып басқасына кірсем біреу ноутбук зарядтап жатыр ғой ше. Ол қойна одан шығасына анау камера зарядка өзінің шын орын өзіне тығып қояды ғой ше. Зарядталады деп. Похуй сонда жегізіп кете бергендер. Жегізудің потологы ма? Өз-өзіне ма? Зарядтап жатыр ғой шешесі. Пиво минералка сататын кезде сол алғашқы пойызда шығатын кезде ол 7 оқимын сол кезде мектеп мамамды шығарып салам. Ол кезде блядь пойыз амай қалады. Өзі біліп отырады кімнің составы келе жатқанын. Похожин составы келе жатыр, ананың составы келе жатыр, жаман состав деген, жақсы состав деген бар өзі. Жаманға мен шығарып салам үшін. Мамашка ана жаман халатын киіп алады. Артына өтіп аламыз астынан ше пойызға. Артынан неміз резинка бар ғой пойыздың екі ортасында ғой. Жұмсақта оны іздейсің ғой бәрін. Қатты маманы қатты екен деп кетті ары қарай деп. Мамашка сықыр пиво минералканы алған. Сонымен мама мына болады екен мына жұмсақ екен деп қатсаң уже кіреді да. Сол арасынан кіріп кете салсың. Иә, халатын сумкасын алады, жаман халат. Шығып келе жатса жаңа туылып келе жатқан бала сияқты болады дерсің. Жаман халатын. Шустер екенін біледі да мамам ше сондай бая екен ше. Ана қатындар еріп алады ғой қасына ше. Гүлнар мен тастамашы деп. Иә. Бір ойыншық сататын әпше бар қасында постоянно подружкасы. Сол екеуін мінгізіп жіберемін. Короче мінгізгенде өздері мінеді ғой. И затына беріп жіберген керек қой. Ана су құятындар бар ғой, жүреді ғой су құятындар. Олар үйреніп қалған уже. Жолдан болсын деп кете беріп су құйып. Мамашка кетеді сонымен сумканы аламын. Тартып атады. Ана тебесің ғой. Симаяда сумкада сақыр-сұқыр пиво минералка. Мінгіз жүресің да. Мінгіз жүресің, ана әпше де мініп кетеді. Сонымен бүйтіп банкомат сияқты 2-3 теңге шығады ғой. Сабаққа жаратасың ба деп. Екі ортадан резинкадан. Мам, жолыңыз болсын, рахмет, давай деп. Бір кезде мамашка өзі айтып береді ғой. Тығылып мініп жатыр ғой, пойыз жүріп кетем дегенше отыру керек. Пойыз қалай қозғалады? Уже похуй болды. Қай вагоннан айтпайсың жүре бересің ғой. Риск қой бірақ сондай. Өте қиын жұмыс. Ана сол жерде жаңағы ойшысы әпше бір-біріне деп отыр ғой. Пойыз 15 минуттан кейін жүреді, 15 минут шыдайық деп. Бір кезде ойшысыдан апайдың игрушкасы. Мама, папа деп өшпейді ғой шеше. Соның кесірі жұмсап қайтып мінгіздің ғой шеше. Кукла батарея заманшайын дейді. Батареяларын клиентке сап бересің деп шеше. Қазір бар ма ондай пойызда ондайлар? Бар ғой, ойбай, кеше жақ қойды ғой кәдімгідей. Қырын өтеді екен, әлі өтеді. Солдаттар көп жүреді ғой пойызда сол кезде. Ол кезде сағат сатам, қолдың сағаты. Не хит соны сата бересің ғой болды пойызда. Сағат аламыз, сағат. Сол кездері көргенсің ғой сағат сатып жүретін кездері. Ана солдаттар андай ғой үшін ақшалар жоқ. Иә, ала салған. Тушенка береді, дубленка береді, аяқ берци береді, сондай қағасың ғой. Ана сағаттың сен алатын 250 теңге, 300 теңге автобус жерде. Бірақ сататын бағамыз 5000, 3000, 2500. Солдаттарға мен кейде уже үйге қайтып барған кезде оны құр арқалап бармай 500 теңгеден бере салам жаңа 250 дана сағаттарым 230 дана сағаттарым бәрін 500 теңгеден беріп кетесің тап-таза аналар иза бір андай группқа түсіп қалам ғой ішпаған сондай ше бауырым тоқташы дейді сағатың қанша дейді 500-ден 1000-нан 2000-нан 5000-нан дау тұра 10 000-ға бар бір-біріне күледі ғой сағатың айтшы шыныңды қанша деп 500 теңге братан 1000 теңге деп басқа нәрсе айтып берген ғой маған Сағат пойызда ше қыту тарифы болып ойнап жүрген кезіміз байдың балдарына дейін жәкең бізді КВН-ге алып барады түнгі сағат Түркістаннан 2-де ма мінесің ғой 2-де ма 3-де ма и Нұрымның бір керемет сөзі бар пойызда любой қыз әдемі дейтін бір керемет сөзі бар түнде міндік 2-де жаңа наурызда сүйістім деп жатыр ғой содан есіме түсіп тұр да әйелімен емес ол сүйіскені айтқаным ондай не өтпейді бізге айта бер болды сол сүйіскен туралы ғой түнгі 2-лерде міндік бір қыздар жатыр кімдер шулап кірген еді деп
Бізде жаңағы Бекжан дейтін бар командада, Талғат дейтін бойызым бала бар, Елор дейтін бала, мен бар. Тағы да бір арасында бір ауысып ойнап тұратын балалар бар. Жәкен купеге жатады жаңағыдай. Сөйтіп, о, әдемі қыздар бар екен дедік та, болды, ұйықтап қалдық. Бізде 3 неге бөлінеді, статусқа бөлінеді. Бірінші Талғат қызды сындырудан, өйткені ол әдемі түрі. Жігіттерге ол әдемі. Менің очередім әлі ерте. Бірінші Талғат бастайды, өйткені ол әдемі. Екінші Бекжан дейтін бала бар. Кербес кәдімгі шашты қудыртып, кеды киіп шығып, ремені аш дейтін н деген әріп. Айналдырып жібереді. Сондай киіп, ол әдемі киінеді. Ол екінші очеред соңғы. Ол екеуінен өтсе ғана мен барып клейімді жабуға бүйтіп әңгімелесуге тырысамын. Үшінші менде түр жоқ, не жоқ. Имани әңгімелер. Менде жаңа әзіл типа команданың капитаны сондай нәрсемен. Күлдіру. Сондай Бисмилладан бастайсың. Аха. Сөйтіп мендік, қыздар бар екен әдемі. Таң атты, екінші полкіде жатырым. Сағат 11-лердің шамасы Талғат жүгіріп келді да. Бека, тезка деген не деді да? Тезка деген аттас. Бля дейді да. Сөйтсе жаңа қызға барған. Қай жылғысың деген ол? 93. О, тезка депті да. Ровесница деген дегісі келген. Бля, туалет негізі, туалет. Мынаяққа жақын бізге, проводник жақтағы. Мынаяқтағына 10 купеден барасың, 10 плацкарт неден бөлін. Тек соқа баралы туалетке. Мынаяққа бармайды. Сөйтіп, о, сен кеттің ба онда деді. Вообще қызғармайды. Сөйтіп, жаңағы кітап оқып отыр екен. Андай Samsung Galaxy'де кітап бар тұғын баяғыда. Сатып алады ғой, Play Market'тен. Сөйтіп, қалай бастарын білмейсің, ана екеуінен өтіп кетті уже. Менің очередім келіп тұр. Қуанттым жағынан. Ана қызға подкатывать ету үшін бүйтіп примерді көрдім да, Абай жол деп тұр екен төбесінде. Анандай жерінде тұр екен, астында кішкентай жазулар оқып отыр. Қасына бүйтіп оқып отыр ғой. Абай жолы ма? Деп кіресің ғой. Иә дейді. Абай жолын мен бас жағын ғана оқыдым, бір 20-30 бетін. 20-30 бетінде Оспанның бір Абайдың енесі жылайтын жері бар да. Соны білем типа мен да. Оспанның жылайтын жеріне келдің ба деймін. Абай жолды оқып саған. Жоқ, әлі келген жоқпын. Сол жері қызықша бірден күшті әңгімелес жарасып кетеміз күшті болып. Сол кезде бізбен бірге Ерқасым дейтін бір, бәріміз намазханбыз. Ерқасым дейтін бала бар. Ол да солармен бірге Қарағандыға оқуға барады екен. Орамал тағынған қызбен ол күшті болып сөйлесіп қалады. Ерқасым дейтін бала. Ол күшті болып. Мен жаңағы қызбен. Абай жолы. Абай жолы. Сөйтіп, былай кеш батып жатыр. Жаңағы құшақтау, сүйеу дегендер басылып кетті. Сөйтіп, ыңғайлы жер жоқ кәдімгі. Тамбур ғой, бір ғана вариантымыз тамбур. Тамбурда бүйтіп арқамда нақтағы еске тосып тұрып бүйтіп құшақтап тұрмын. Бір кезде ана екеуі келді, орамалмен Ерқасым. Олар Ерқасым артқа ана яқымен алып, ол бүйтіп құшақтап тұр. Сүйесіп жатыр, басқа жатыр. Болды. Түнгі сағат 4-те Қарағандыдан түсті олар. Барып шығарып салдық машиналарына. Звондая жеткен соң, нормальный квартираға жатыңдар деп, 4 жыл жүрген адамыздар. Сөйтіп, қайтта келді да, орнымызға төбеде жатырмын, ол астында жатыр да. Жатырып қой енді. Сет таусылды, ана немен сөйлесетін сет таусылды. Дейді да. Деп күледі да. Астынан шығады да. Едап тұрмыз. Деп күле береді да, жа Ерқасым. Етіп аштым. Нағыл десім, бәке дейді. Астынан түстім. Бәке, бағана жеу тұрды деп күлегеш бала күле береді, тоқтамайды. Айтса не деп тұрмын. Бағана тамбурда тұрған кезде күле тоқтамайды, күле батыр. Айт, тыңдамай. Бош, айтшы, дәбексін, тыңдағым өліп барадыр. Айтшы, бағана тамбурда тұрдым да, бүйтіп құшақтасып тұрды қыз. Айтсай, құшақтасып сүйісіп болды бір кезде. Деді да нағыз. Құптанды оқыдыңыз ба? Пойыз дегеннен Әбу деген жігіт болды, сендер танымайсыңдар ма? Танимыз ғой Әбу Барс деген команда болды, біз бірге ойнадық бәріміз. 2009-да бардық қой фестивальге біз. Сол пойызға бірінші рет мінді ғой. Ол общагада тұрады, техно общагасында. Общагада туалетте отырған кезде андай бүйтіп тартатын ғой, тартсаң су ағып кетеді. Ол пойызда плацкартта отырып туалетіне кірген, өзі шеше.
шудан тамақ жесең обязательно ішің ауыратын еді ғой да біле не қандай еттен жасалады ше. Любой адам іші ауырады өйткені ше. бұрында болды бұрында Бұрын ғой сол 2009-да болған екен. қазір Бірінші рет пойызға қазір жақсы тамақтары иә бірінші рет пойызға мінген кезде әбудің тамақ жеп өзі айтпай жатыр ғой тамақ жеп болып туалетке ішім ауыр туалетте отырамын дейді. Ананың бәрін бітіріп ана общагадай тартып қалсам дейтін тартатын несі жоқ дейді короче. Қарасам бір жаңағы сцепление сияқты тұрады ғой шеше соны осыны бассам кетеді ғой деп ол басып тұрмаған ғой басып кетіп қалған ғой короче. Анау бүйтіп лақтырған ғой обратно басқанда кетіп қалды ғой вак етіскен ғой біле сыртта адамдар қашан шығасың мен су общежитиеда тұрамын ғой мен Қазір де ма? жоқ қазір екі этаж үйде тұрамын қазір шүкір общежитиеда сол университетте байдың балдарына кірмей тұрып общежитиеда тұрамын өзім туысқан үйде тұратынмын негізі мен өзімнен 4 жас кішкентайлармен оқығанмын ғой 96-97-лермен ше қалып кеткенсің ба жоқ түсе алмай жүргенмін ғой Сол айтты ғой. ол қалып кеткенге жатпайды ол сөйтемін да 11-ден кейін колледж оқығанмын колледжден кейін барып универге түскенмін да и 2 жыл түсе алмай тереңдетіп оқыған екенсіз ғой жаңағы. Бәрекелді. Ары қарай. Миссиясы дұрыс емес па? общежитиеда ең үлкені мен и бір кезде бірінші түскен жылы ғой жатқаныма бір 4 күн ба 5 күн ба болады 5 күн Пибаш болса. 5 күннен кейін әр бөлмеге кірді. Короче 108-ге жиналамыз деп общежитиеда қарайтын балдар екен да. Бля, олар қарайтындар типа 96-лар, 95-тер. Мен 92-мін, 91-лермен оқыған адаммын ғой мен. Наурыз жинап жатыр десе. Бардық. Совет үкіметінде оқыған ғой. Екі қарайтын бала мынандай жерге биік жерге отырып алған ғой бүйтіп. Қандай балдар. Шорт үймен ғой общагада. Кіріп тұрған жиналыс дегенге барған ғой. Жүнаяқ тез бол еді де. Үстіме қарасам қолым действительно жүн екен да. Действительно жүн екен. Аяғым вообще жүнаяқ бір келін ақыл деді. Ана сөйлемейсің ана жерде в общем. Иә. Бүйтіп қорқып қалдым да. Намыс жібермей тұр бір жағынан анау сәл қорқынышың да бар. Отырдым. Короче, атың кім сенің? Наурыз. Қай жылсың? 92. Шалмын десе, бәсе мынау жастарға шықпайды ғой мынау аяқ жүн аяқ қой мынау. Короче, ертең жер аударасыңдар. Сібірге. 6 бала барасыңдар да Сібірге жер аударасыңдар. Ана бір кісінің үйіне Жер бақ қазасыңдар десе. жер аударасыңдар. Есік алдына барып жер аударасыңдар. 6000 теңге аласыңдар. 2-3 теңгесін өздерің су ішіңдер да 5800 теңгесін бізге әкеліп бересіңдер дейді короче. Уже кетіп қалғансың ғой, үйбеш неменеге деп ше. Есептеп кеттің ба? Сөйтіп ана жерден болды деп шықтым. Ертесінде өзім балдарыммен бардым ғой анаға. Содан кейін Жерге ма, жер общага. Аналарға 2-3 теңге бермеймін ақыл. Өзі бол. Жақсы да 2-3 теңге. Осы қалай берсін? Сөйтіп не қылдық қой, барған жоқпыз, общагадан да шығып кеттім ғой, аналармен бір кездесу болды тағана. Шешіп құдай, болмайды екен мынандай жүр маған деп. Спорт школадан келетіндер ғой. Сондайлар колледжге ше. Көбінесе Соны спортивныйдан модалар баратын ғой. адам. Ипподромға барам. Рекламаға бардым негізі. Аха. Күтіп ал, о, Исаға қош келдіңіз осындай деп. Иә, болды. Асқат екенбіз ғой. Садақ аттық бірінші. Жырқ садақ аттық. Киіз үйге барып, қазақи жер ғой. Киіз үйге барып, бауырсағын, қымызын, бәрін ішіп, ары-беріне алды да, ал енді атқа мініңіз деді. Қарасам, ипподромда 5-6 оқып жүргендер, 9 оқып жүргендер. Смело кәдімгі. Не қылып жүр? Мініп жүр. Әкел. Кешкі уақыт па, қай уақыт? Кәдімгі таза күн батып кеткен, қарайып кеткен. Сөйтті да бір атты мына жақтан шығарды. Жеке ақбілі Ахиллес қылып. Қап-қара бір. Мощный. Мощный, мускулистый. Нені шығарды да сонымен. Ал Есеке мынау сізге арнайлап дайындап қойдық деді. Рахмет, сый құрметтеріңізге деп. Сәл дух кетіп тұр бірақ. Жоқ, дух кетіп тұрған жоқ. Аналарды көріп
болып тұр жағдайым бәрі әдемі. Аяқ киім болған ғой аяғымда. Анау үзеңгіге зорға сүйді ғой анау. Кәм тырыстырып дейді нараға дейін шеше жырып кіргіздім. Антта екеуін үйістік кіргіздім даған, екеуін де кәм нихуя кәдім еш жаққа да қозғалмайтындай міндім наху. Жайғасып алған ғой. Ол вообще дұрыс болып тұр саған. Асқаттар түсіріп жүр уже мені. Түсірді дағына. Ал Есеке мынау жалпы 17 гектар деді. Осылай қарай ұрасыз ғой деді. Ал чүй жануар деді да, бүйтіп еді. Былай кетті. Ебайт наху. На жер андайға кән сақ ебайт кәнді сүйектің даушы кән деп шығып бәтір наху. Бәлі анаған бейт қолынан несін тайып кеткен. Аяқ қана ұстап тұр ма, кроссовкі ғана? Жүген тайып кеткен, аяқ қана ұстап тұр, өзім кән шешкен кептер құсап шыққан. Уже артыма қарасам, жарық кішкентай болып тұрды. Хуй узнайды, қайқа баратқанға. Алдым деген кән қап қараңына. Асқат деймін. Асқат! Не істейді Асқат? Асқат деймін, ол Асқат сен. Сен қандай сезімде болдың, сен білмейсің да ғой оны. Шешкен нараға бүйтіп орап алым, бүйтіп тартам нақы. Кетіп біратырам ол. Жалынан жалынып ұстадым шешкен. Өй деп. Bir кезде Аятул Курси кетті ғой. Алла, осыдан құтқарсаң, бәрін қоям. Мен жоламайым маған емес, жалпы бәріне жоламайым. Медресеге барам. Басқа да атқа мінбеймін. Только түзу жолмен жүрем. Аллахым, осы жолы көмектесіп жіберші деймін ғой. Bir тұрып шаптым бір кезде. На жерім енді, на жер кәдімгі осындай болып кетті ғой. Аттың несімен бірдей болды шешін. Сирттегілер үй чаппаға шарда. Тігідік кетіп барады. Тыңдамайды. Бұлай қарай. Арматур бұрғандай ақ бұрдым ғой. Бұлай қарай. Кетті бұлай қарай. Жарық. Ондай шеше микроб болып бұрып тұр. Шайқа қарай. Кетті бір кезде. Бля, бекермін деп. Уже жылау келатыр ше, жылау. Жас келатыр. Бәріңді жақсы көрем шеше. Бәрің жақсы көрем. Үш кетіп барады. Мама кешір. Папа істеген нелерім үшін бәрін кешіріңдерші мені. Аллахым бір мүмкіндік берсең, ертеңнен бастап. Екі балаңыз өтті ма бүйтіп? Ой, айтпа. Сомен анау қыздың аты бұлай қарай баруым керек негізі. Бұлай қарай кетті да уклон вообще. Үйістіп келатсам алдымда 4 метр шлакоблокпен қоршалған не ғой жаңа? Жаңа гектар соны қоршаған ғой. Мына далбойыптың көзі соқыр ма? Жоқ, әлде шешенің тоқтауды білмей ма нахуй? Шлакоблокқа қарай келеді. Шеше, ёпты баймайды! Қойсай дейінші! Рухым ұшып кетті ма? Өзімнің сүлдерім ғана қалды. Сүлдер. Әр кезде мына не болса, о болсын. Мынау, егер жіберетін болса, аяғым ғана қақ қойды да, өзім кеттім ғой негізі. Денем ғана кеттім. Бұл өзі ақсақ болдым ғой яғын. Наған шеше, екі қолдап орадым да жүгенді. Шеше! Бұлай қарай тартып ем, алау шешені. Атшы. Деді шлакоблокқа. Баяқтен пағыт. Шеше!
деп асхаттар уже жай нараға келе жатыр екен. Алшы дедім. Маны зорға шығардым, үйттім. Жаңа егесі айтады. Ойбай, езеге сізді асау үйретеді деді ғой. Сен кімнен қандай дерек естідің, бля, брат? Қуасың ба, блядь, мынауың вообще нахуй. Стоп көрген жоқ мынадан деді, сен ұрғалы бері нахуй. Осы тоқтап тұр нахуй, байқаматсың ба? Осы келді. Сен нахуй жарты сағатқа кетіп қалғам ғой, негізі мен 5 минут шауып, асқыға 5 минутқа түсіріп ала салып, ол түсейік деп айтатын адаммын негізі. Жарты сағатқа жоқ болып кетіп, асау үйрететін есқара деп айтты ғой сізді дейді ғой. О, шеше. Негізі атынан ана қорыққан сайын ол бәле жандай. Сезеді ғой ол да. Түскен кезде де осылай кеттім ғой. бір көк шай қойсаң да давление көтеріп жалпы кетеді. тұр ғой. Атқа деген желание вообще жоқ шығар қазір онда вообще. Жоқ, енді негізі нормальный аттар бар ғой негізі. Түсініп адамның, сен ой десең бит. Иә, тоқтай қалайын дейтін аттар бар ғой негізі. Анау деген білет. Ол анау мені үстінде отыр деп ойлап тұрған жоқ ол. Ол свободаға, я свобода деп ары қарай кетіп барады негізі. Сондай моменттер болған. Браво. Жайдарманшылар, осы КВНщиктер бірге жиналған кезімізде біз бұдан да қызықты әңгімелер негізі айтылады. Мынау эфирде көбісі айтылмай қалып жатыр. Біз өзіміз отырып шай шектейтін сияқты ғой бір. Адуше әңгіме болды деп ойлаймын. Жігіттерге көп рахмет. Біз мынау жігіттердің түсірілім алаңына келіп түсіріп жатырмыз мынаны. Балалар осы Спонсор осылар деңізші. Иә. Осы жігіттер қазір YouTube'дан 3 минус деп жазсаңыздар, осы сериалдарды көре аласыздар, Құдай қаласа. Жігіттерге сәттілік тілейміз. Давайте ұрыңдар. Біз мынау КВНщиктер негізі көп жерде былай түсінбей жатады, бірақ та жылда бір нәрсе қыбырлап жасап жатырған КВНщиктер ғой, жайдарманшылар, сондықтан жасай беріңіздер, ауырмаңдар, жігіттер. Көргеніме қуаныштымын. Сіздерге де рахмет Нұреке. Шақырып. Иә, осылай. Жоқ, келіпті. Бізге келіп, өздеріңіз түсіріп беріп жатқандарыңызға. Тамаша. Өте күшті әңгіме болды. Күліп алдық. Әңгіменің кезекті бағдарламасы осымен аяқталды. Аман сау болыңыздар.